Кек алушылар қиямет күнінің трейлері жарияланбай жатып тарап кетті. Ішкі дерек көздерге сәйкес, трейлердің ұзақтығы 1 минут 48 секунд болады. Трейлер қараңғы әрі эмоциялық көріністен басталады. Дәрігер Дум зиратта тұр. Ең ықтималы ол өзінің отбасының қабірлері, себебі Думның өткен тарихы солай. Бұл ең жүректі ауыртатын оқиғалардың бірі болмақ. Думның отбасы Капитан Америкаға байланысты қаза тапқан болуы мүмкін. Одан кейін біз Локиді мультиәлемдік тағында отырғанын көреміз. Ол Думның қатыгез әрі зұлым жоспарларынан қатты қорқып отыр. Содан соң Рид Ричардс, Сэм Уилсон, Тор аспанға қарап тұр. Ең ықтималы екі ғаламның бір-бірімен қақтығысып қосылуынан басталған инкурсияны тамашалап тұр. Трейлер осыдан кейін бірнеше шайқас көріністеріне ауысады. Онда дәрігер Дум әртүрлі қауіптерге жалғыз қарсы шығып күресуде. Сол шайқастардың бірінде оның бет пердесі жерге түсіп кетеді де қатты жараланған тыртық басқан жүзі ашылып қалады. Өрмекші адам жап-жаңа күн трейлерінен біз не байқадық? Алғаш көзге түскен нәрсе бұрынғы Эндрю Гарфилдпен түсірілген Өрмекші адам киносындағы эффектілер мен стильмен түсірілетіні көрініп тұр. Екіншіден, Питердің мазасы болмай ауырып пілладан қайта туылғанын көрдік. Бұл көріністен менің есіме Басқалар деген комикс түсті. Бұл комиксте Өрмекші адамды Морлун өлтіріп тотемін алмақшы болады. Ұзақ уақыт бойы Өрмекші адам онымен шайқасып, ақырында талып қалады, бірақ талып қалып қайта есін жиған кезде ол өзін піллаға орап тастайды. Пілланың ішінде ол Өрмекшінің рухын көреді, ол оған таңдау береді. Өлу немесе қайта туылу деген. Ол қайта туылу деген екінші таңдауды таңдап, Өрмекші тікендерін қару ретінде қолдана алу, түнде көре алу, жабайылық түйсігінің күшеюі, торының мықты болуы, физикалық жаңаруы, жабайы инстинкт және тор атқышсыз ата алуы. Осы қабілеттерге ие болып ол Морлунды жеңді. Кинода осы қабілеттерінің бірнешеуі пайда болатын сияқты. Үшіншіден, байқағанымыздай жаңа кейіпкерлер қосылатын сияқты. Брюс Беннер, Веном сияқты паразит не басқа бір нәрсе, және сары шаян мен жазалаушы. Бірақ басты құпия бір жау бар. Ол теріс қарап тұрған адам. Бұл Морбиус, немесе Джейн Грей сияқты жаңа бір мутант, болмаса мүлдем басқа бір мутант. Болмаса Хобгоблиннің өзі де болып шығуы мүмкін. Айтпақшы, трейлерде тіпті алақан ұйымы да көрсетілді. Демек, темір жұдырық та қосылып қалуы мүмкін. Сондықтан бұл фильмде бумерангты да, электроны да, Daredevilді де көріп қалуымыз мүмкін. Ал сен қалай ойлайсың?